Фейсбуктың коммунити бөлігінде біз суретін жазбасын жарияладық. Қытайдан келген зор көлемдегі алюмин өнімін Америка үкіметі кәдімгідей тұтқын қалды, барымталады. Бұл жерде не әңгіме тұр? Неге алюмин өнімін тұтқындады? Себебі бұл алюмин өнімдерінде Шыңжаңдағы қазақтар мен ұйғырлардың құлдық еңбегі, мәжбүрлі еңбегі факторы жатыр. Байқадыңыздар ма? Бірінші, мақта өнімдеріне санкция салынды. Екінші, помидор өнімдеріне санкция салынды. Енді қазір мынау күн энергиясынан алатын күн батарейкалы тақтайшаларға санкция саламыз. Неге? Ол да құмнан өндіріледі. Ал құм жаңағы Шығыс Түркістанда ең көп. Бұл жерде құмдықтар, қандай құмдықтар бар? Такламакан құмдығы деген ұйғырлар жасайтын құмдық бар. Жоңғар ойпатында Жоңғар құмдығы деген бар. Сол сияқты үлкен құмдықтар бар. Енді оған тиым саламыз деген әңгіме бар. Енді қазір мынау алюминді де мәжбүрлі еңбек факторы бар деп оны тиіп тастап отыр. Демек, Америка мен Қытайдың ортасында 17-18 жылы басталған сауда соғысы қайтадан белең алды. Қытайдың үлкен саяси жағынан Америкамен қайтадан шығысамыз, қайтадан Америкаменен жақсы қарым-қатынаста боламыз деген Қытайдың ниетіне қарама-қарсы түрде қайтадан Америка Қытайға бұндай әңгімелерді айта бастауының өзі әрбір деңгейін Америкада мына коронадан тартқан зияны бар, басқа зияны бар. Мына бұғанға дейін олар Орыс пен Қытай одақ болып кетпесін деп алаңдады. Содан Қытайдың ұлттық компанияның бірнешеуі Орысқа жақтас болып, Орысқа көмектесіп сөйтіп еді, оған санкция салды. Қытайлар бірден шошып, себеп Қытай үшін ақша құдай. Қытай үшін алғанда ақша құдай. Алды да бұлар бас салып, ойбай біз Орыспен одақ болмаймыз деді. Қытайдың дипломаттар біз Орыс-Қытай достығының жоғарғы шегі жоқ, Орыс-Қытай достығы деген шектемесіз достық деп неше түрлі әңгімен айтуын айтып алғанмен, енді олар нақ жөпе-жөпінгенінде үндей алмайды. Сіздер әскери одақсыздар ма дегенде оны айта алмай қалды. Енді қайтадан мына жаңасы шығып, қайтадан Америка менен жақсы қарым-қатынасқа түскісі келіп есі шығып отырғанда, алюмин өнімдерін мәжбүрлі еңбек, құлдық еңбекке қатысты деп тиіп тастауы, бұл біздің жұмыстың нәтижесі. Біз мақтанып тұрып айтуымызға болады, біз көтерген тақырыптың нәтижесі Американың Қытайға деген санкциясы. Міне, мәжбүрлі еңбек, құлдық еңбек. Мәжбүрлі еңбек, құлдық еңбек тақырыбын міне көтеріп, сол тақырыптың аясында міне бұл мәселеде Қытайдың тауарына тиым салды. Енді осы құлдық еңбек тақырыбын көтеру, мәжбүрлі жұмыс істеуді көтеру, бұл тубаста кімнен басталды? Атажұрттан басталды. Бірінші осы ақпарат Америка медиасында ресми жариялаған кім? Атажұрт. Құлдық еңбек, мәжбүрлі еңбек. Енді Қытайың бармақты шайнап отыр. Бармақты шайнап, не жаздым жаным саған деп жылайын деп отыр. Не жаздым жаным саған деп. Неге? Қазаққа тиісті, қазақ жет әкесін танытты. Қытай ойлады, қырам, миллиондап қырам, ұлыңды құл қылам, қызыңды күң қылам деді. Өзі өктеммін деді, зормын деді. Ал зор бол, өктем бол, істеп еді. Міне, жаңағы өзіңнен зор шыққанда екі көзің сонда шығады деп, өзінен зор Америка шыққанда Қытай енді шайнарға бармағын таба алмай отыр. Сөйтіп отырған Қытай аяқ астынан тағы бір сұмдық әрекетке бастады. Американың Монтана штатының кеңістігінен Американың осы атом зымырандар базасы бар Монтана штатының кеңістігінен Қытайдың шпиондық шары байқалды. Қытайдың шпиондық шары. Енді Қытайдың кәдімгі шпиондық шары Американың атом әскери базасының, атом зымырандары қойылған Монтана штатының төбесінен пайда болды. Ол ана Канада жақтан ұшып кетті. Алдымен теңіз арқылы Канадаға кеп, Канада арқылы Монтанаға кепті. Енді қазір Твиттерде өртеніп тұрған бірінші мәселе осы.
лапылдап, лап жанып, өртеніп тұрған бірінші мәселе осы. Неге дейсің ғой? Мынау тұтас дүние жүзінде нөмірі бірінші әскери мемлекеттің техникасы, технологиясы дүние жүзінде алдыңғы орындағы әскери мемлекеттің жай жеке тұлға Элон Масктың бүкіл спутнигі жер шарының бүкіл кеңістігін бүйтіп көмкөріп қаптап алған әскери мемлекеттің бәленбай біз білетін білмейтін әскери құрылғысы бар, аңду барлау мекемесі бар, көктен спутнигі бар, жерден радары бар, аңдып отырған ел ауыздары аңқайып отырып, ана бақа шаян жеген Қытайдың аспанға ұшырған екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі ескі технологияны қолданған шары ана атом ракета базасының төбесіне келгенде білмей қалған ғой. Ол ана теңізден Америка дейтін құрлыққа келгенде тарс еткізіп атып түсіру керек еді, торғайды атып түсіргендей. Жоқ, ол қалқып Канадаға кеп, Канадада қалқыған беті қалқып Американың кеңістігіне кеп, Америкада қалқып жүріп, қай жерде атом әскери базасы бар соған келген. Және оның төменгі жағында өте ауыр бір зат бар дейді. Және ода кәдімгі фотоға түсіретін, камераға түсіретін құрылғы бар дейді. Енді қазір бұған Пентагон біз бұл шарды бақылауда ұстадық дейді. Ал Мәлкілдек шал не дейді? Ол қорғаныс министрлігімен сөйлесіп, бұл шардың құрамында егер біз атып түсірсек, бұл шарда тұрған заттар, кейбір заттар халыққа зиянды болатындықтан біз оны атпадық деп жатыр. Американың жерінде біз жүрміз ғой. Мәлкілдек шал жүре ма, жүрмеді ма білмеймін. Біз көлікті айдап алып, Америкада оңтүстіктен солтүстікке, шығыстан батысқа қоймай жүрдік қой. Анау Америкада тынық мұхиттағы, анау Сиэтлде болдық. Атлант мұхит, солтүстік Атлант мұхит, Нью-Йоркте. Анау батысындағы Тексасқа, ана Мексика жағына бәріне көлігімізбен жүріп, жаңа жүрген жерімізді фотоға түсіріп, әрбір ішкен кофемізге дейін адресі есте тұрсын деп квитанциясын шегін жариялап жүрдік қой. Америкада елсіз мекен деген жетеді. Ауыл мен ауылдың арасы деген жатқан дала, қала мен қаланың арасы деген жатқан дала. Ол Мәлкілдек шал ананы атып түсірсе, ол халықтың төбесіне түседі деген бекер сөз. Соны атып түсіргеннен қорқып отыр. Бұл халықаралық дипломатия бойынша бұл бір елдің әуе кеңістігіне жасалған әскери шабуыл есебіндегі зат. Бұл әскери шабуыл, яғни Қытай Американың тамырын басып тұр. Мына Американы мен ойладым, мына Америка халқын оятайын деп тұр. Мен мына қазақтарды, қазақтар тұрыңдар деп оятамын деп жүріп, сол қазақтарды ояту қиын екен. Сон ойладым, енді өзімде солай, енді сендер оянғанда мен оятасаңдаршы деп, мен өзім ұйықтайын ба деп ойлап қалдым да соңғы кезде. Енді сол қазақтардан түңіліп, мен енді Американы оятсам ба деп қалдым. Мына америкалықтар мына Қытайдың менталитетін, Қытайдың көз жұмыс барысын, Қытайдың мына мінезін түсінбейтін болып отыр екен ғой. Анау Қытай әдейі істеп отыр. Американың жүйкесіне тиіп отыр. Сен Қытайға, сен уағында жауап бермесең, бұл жаман қорыққаның сыйлайды деп қазақ айтып кеткенде, соны Қытайға қаратып айтқан. Жаман қорыққаның сыйлайды деп Қытайға қаратып айтқан. Бұл Қытай, сен оған дегенде мә деп тұмсығына ұрып тұрмасаң, сенің сыйлағаныңды сенің қорыққаның деп біледі бұл Қытай. Бұл Қытайда, орыста, мен бұл халықтарды білем. Сен оны сыйлап келе ғой екен. Тамақ үшін тамаққа келіңіз, дастарханның шетіне кел десең, мынау менен қорқып тұр. Мынау маған төрге шығып дастархан, ол сенің қонақ жайлығында ол ездік қорқып маған жағатсып тұр деп ойлайды. Ол қазақтың дарқандығы, кеңдігі. Тіпті баяғыда бір Қытайдың жазушысы, қазақтар Қытайларды жақсы көреді. Түнде қойныңа қатынын сап береді, қатыны сала алмаса қызын сап береді. Қытайлардан нұр қалғысы келеді деп қорлап жазды. Сол Қытайды әшкерелеген адам менмін.
Қытай жазушылар одағының орынбасар бастығы, білдей бір республикадағы жазушылар одағының орынбасар бастығы. Қытай социализм институтының проректоры. Социализм институты деген Қытайдағы үлкен коммунистер тәрбиелейтін проректор. Соның сол мақаласы шыға салғанда бүкіл әлемге жар салып, тіпті Қазақстанның медиасына, қазақстандық журналистерге хабар беріп, соны жариялатқан адам міне менмін. Соны Қытайдың өзі кешірім сұрап, жазушылар одағы сайтындағы ананың мақаласын алып тастады. Синлаңдағы блогын жаптырдық, Соқудағы блогын жаптырдық, 163-те Уаңидағы блогын жаптырдық. Міне соны істеген жігіт бізбіз. Бұлар сенің жаңа дарқандығыңды, сыйлағаныңды, кеңдігіңді, бұлар ол сені қорқытты деп ойлайды. Мен мықтылығымнан өстіп отырмын дейді. Қазақта бір сөз бар, сиыр сипағанды білмейді, жаман сыйлағанды білмейді дейді. Бұлар сол. Америка соны түсінбей отыр екен.